Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін бірінші рет канал ашып, ең бірінші видеомды түсіргелі отырмын. Біздер бүгін түрлі түсті металдардың ішінен алюминиевый банки, яғни алюминий қалбырларын жинайтын боламыз қазір. Бұл гараждардың жинағы, яғни қатар гараждар тұрады бұл жерде. Ендеше кірсек, жайлап қолға перчатка кидік. Бастаймыз. Жақын жерде судың дауысы естіледі. Бұл жерде бізде сарқырама болу керек. Сарқырама дегенде қатты қысыммен ағып жатқан су ғой. Ары қарай жалғастырамыз. Төменге қарай түсейік. Мына жерде өте мусор көп. Айналаның бәрін ластап тастаған адамдар. Табиғат қандай әдемі. Бірақ өкінішке орай өте лас. Міне бізде бірінші алюминиевый банка. Ішін босатуымыз керек. Біріншісі дайын. Бұл жерге адамдар балық аулауға көп келетін секілді. Міне тағы да бір алюминий қалбыр. Түгел ішін төгіп тастаймыз. Екіншісі дайын. Адреналин. Езіліп қойған екен. Дайын. Осылай салып аламыз. Так, мына жерде біреу. Екеу. Бұл жерде шағын свалкаға келдік. Бұл свалкаде. Так, бұл бізде технический алюминий. Міне. Так, бұның бәрін жинап алу керек. Міне. Бізде осындай алюминий шықты. Технический алюминий. Яғни бұның сыртындағы қабын тазалау керек. Тағы да пивінің банкісі де. Жақсы. Мына жерде міне екі алюминий қалбырлар жатыр екен. Бұнда алып кетеміз. Бізде тағы да алюминиевый банка. Яғни Бьорн деген адреналин. Мына жерде түсетін жол бар екен. Так, түсіп көрейік. Міне тағы бір алюминиевый банка. Яғни алюминий қалбыры. Ішінде бір нәрсе бар. Төгіп тастайық.
Белый медведь дейді. Дайын. Қараңыздар, қандай әдемі жер, е? Табиғаты қандай әдемі. Мына жерге балыққа келуге болады екен. Бұл шатыспасам бізде бақ-бақ болу керек. Бұны үрген кезде, міне, бұлар желмен ұшады. А бұлар әр біреуі жерге түскен кезде топыраққа еніп, қайтадан жаңа бақ-бақ ұшады. Яғни бұл соның дәндері. Кері артқа қарай жол жүрек, ары қарай ештеңе жоқ. Жарты километрдей жол жүріп келем, әлі ештеңе көрінбейді. Так, мына жақта бір жол бар, мына жақта бір жол бар. Сол сәтте бізде жерде тағы да кезекті алюминиевый банка. Опа, дайын. Кеттік ары қарай. Ауа райы өте тамаша болып тұр бүгін. Күндіз бана 29 градус ысылықты көрсетті. Қазір кішкене басылған сияқты. Сағат кешкі 7. Орманның іші сондай таза деп айтайын деп жатыр едім. Міне, мына жерде мусорка. Бұның ішінде біздер керектілерін алып қаламыз, яғни алюминий банкалары. Так, бұл акционный флеш. Акционный флеш, так, кілті жоқ. Мүмкін пайдаға астырармыз. Бұл кілт бекен, соны түсініп тұрған жоқпын. Бұл не зат екен? Так, бұл қалбырды әзірге майыстырмаймыз. Бұны алып қою керек. Так, келесі бізде флеш. Бұл жай ғана флеш. Так, драйв. Энергетик. Так, жалғастырайық. Қарайық. Санайық. Бізде неше? 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, бұл акционный флеш. Енді жинайық. Мына жер қандай әдемі. Бүгіндікке ешқандай акционный кола немесе фанта, пепси түскен жоқ. Яғни кездескен жоқ. Ол неге екен? Так, мұқият қарасақ, мына жерде алюминиевый банк жатыр. Төменге түсейік. Алюминиевый банка. Мына жерде тағы да бір нәрсе жатыр. Бұл бізде қоңырау. Колокольчик.
Мына жерде балық аулаған адамдардың біреуі ұмытып кеткен болып тұр ғой. Иә. Яғни балық түскен кезде ойнайды. Бірақ өзен кішкентай сияқты. Бұған кішкентай қоңырауда жарайды. Тастап кетейік, мүмкін иесі келер. Келіп алып кетер. Так, ал біз банканы аламыз. Дайын. Опа. Дайын. Мына жерде тағы екі алюминиевый банка жатыр. Ана біреу, ана екіншісі. Теректердің арасында тағы бір жатыр. Дайын. Мына жерде тағы бір жатыр. Дайын. Көріп тұрғандай алюминиевый банка. Так, қолыма перчатка киіп алайын. Перчаткасыз жүруге болмайды. Хопа, лес — это наше богатство. Берегите природу. Яғни, орман біздің байлығымыз дейді. Дұрыс айтылған, иә. Түсінбеймін, адамдар қалай қандай алыс қазақтар жүреді. Так, флеш. Міне. Бұл ешқандай акционный емес. Сосын мына жерден көрдім. Опа, дайын. Бір алюминиевый банка жатыр екен. Так, бізде сағат 8 болып қалған. Үйге қарай қозғалу керек, иә. Бұл жиналған алюминиевый банкілер. Так, бұның санағын қараймыз қазір. 639 грамм. Бүгінгі күнге қорытынды жасайық. Сонда 639 грамм бізде. Яғни 600 грамм дейікші. 600 грамм алюминиевый банка. Так, 354 грамм. 354 грамм бізде сым. Так, қара металл бізде 116 грамм. Шықты. Өйстіп, бұйырса алдымызға мақсат қойып жатырмыз. Алюминиевый банкаларды жинай береміз. Тығыздап, мына жерге бөлек бочка қоям. Осы жерге бөлек жинайым. Бұл сымды кейін артынан анау печкаға салып, ішіне өртеп
ішіндегі технический алюминді алатын боламыз. Бұл яғни кейінге қалдырам. Барлығыңа рахмет тамашалағандарыңа. Тіркелейік, ұнаса лайк басайық. Және де таратайық. Қош сау болыңдар.